Құрметті ұстаздар, келесі ойын түріміз Flippity сертификат квиз, викторина тест жасау. Викторина құрап үйренеміз. Бұл жай ғана викторина емес, сыныпта байқау, сайыс өткізгелі жатырсыз. Сол сайыстың нәтижесін шығару үшін тест сұрақтарын дайындауыңыз керек. Тест сұрақтарына өткеннен кейін бала сол жерде онлайн нәтижесін көре алады. Яғни сертификатқа ие бола алады. Біз қазір мына сертификатты тапсырып көрейік. Аты жөнін, болмаса толық аты жөнін жазуға болады. 1-3 математика сабағынан 58 10 сантиметр 334 және 300 килограмм. Енді біздің жауабымыз шықты. Міне үздік математика сайысынан жеңімпаз атанды деген осы сертификат шығады. Біз оны өзіміз жасап көру үшін Flippity нет платформасына кіреміз, бірінші батырманы басамыз. Осы ойындардың ішінен өзімізге қажетті сертификатты табамыз. Инструкция бөлімін басып, этого шаблона батырмасын басамыз. Создать копия. Бізге Google Excel'ге қазір мәтін беріледі. Автоматты түрде міне. Бұл ағылшын тілінде жазылған тест сұрақтары. Оны біз өшіріп, өзіміздің қазақ тілге ауыстырып жазуымызға болады. Өшіріп тастаймыз. Бұл жерде Q деген тест сұрақтары, ал 4 жауап беріледі. Дұрыс жауабын жұлдызшада көрсетілген. Соған дұрыс жауабын жазасыздар. Мен қысқаша түрде математикадан 1-2 сұрақ жазып көрейін. Мысалға 1 дециметр неше сантиметр бар. Варианттарына 20. Жұлдызшаға дұрыс жауабын жазамыз. 30, 40. Енді екінші сұрақ. 1 секундта неше? 1 минутта неше секунд бар? Мен қысқаша жаздым. 20, 40, дұрыс жауабын 60, 50. Енді осы сұрақтардың бәрін сіздер жазып болғаннан кейін астында батырма тұр, міне 3 түрлі батырма. Соның ортасындағы батырма, оптимист деген батырманы басасыздар. Бұл жерде біз сертификаттың сөздерге тиіспейсіздер, мына жерде сертификаттың біз атауын өзгертуіміз керек. Өздеріңіздің сабақтарыңызға қатысты атауды жазасыздар. Мысалға математика сайысы. Енді біз сақтап аламыз. Опубликовать. Жасылды батырманы басамыз. Ссылка шығады. Окей. Бізге ссылка беріледі. Сол ссылканы басып, басқа вкладкаға саламыз. Біздің жасаған тестімізді тексеріп көреміз. Міне. Енді біз осының жанында тұрған Get the link here батырмасын басып, келесі сілтемені аламыз. Enter'ді басамыз. Математика сайысы. Біздің жаңағы жазған атауымыз, мына жерге өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазып, осылай тапсыра беруіңізге болады. Және астында мына сілтемемен басқа топтарға, болмаса әлеуметтік желіге бөлісіп, тест тапсыруларын сұрасаңыздар болады. Рахмет.